Сіз сөйлейсіз, бірақ ешкім тыңдамайды. Айтқаныңызды естігендей болады, бірақ орындамайды. Кейде тіпті сөз ортасында телефонына үңіледі. Сонда мәселе оларда ма, әлде сізде ме? Бүгін көп адам мойындағысы келмейтін шындықты айтатын боламын. Бірінші себебі тыңдалмау кездейсоқ емес. Көп адам бір қателік жібереді. Олар мені ешкім бағаламайды деп ойлайды. Ал шын мәнінде адамдар ешқашан себепсіз біреуді тыңдамай қоймайды. Тыңдалмау бұл сіздің энергияңыз, сөйлеу мәнеріңіз, ішкі позицияңыз туралы сигнал. Адамдар құлағымен емес, сезімімен тыңдайды. Енді екінші себебі өзіңізге өзіңіз сенбейсіз. Адамдар бір нәрсені өте тез байқайды. Ол сенімсіздік. Егер сіз сөйлеп тұрып, сөзіңізді жиі түзетсеңіз, білмеймін, мүмкін, қалай екен деп бастасаңыз, көзге тіке қарамасаңыз, адамдардың миы автоматты түрде бұл адам өзі сенбейді екен, неге мен сенуім керек деп шешеді. Тыңдау үшін алдымен сізге сену керек. Келесі себебі сіз тым көп ақталасыз. Кей адамдар кез келген сөзін ақтаумен бастайды. Мен олай айтқым келмеген, мүмкін дұрыс емес шығар. Менің ойымша ғана. Бұл әлсіз позиция. Ақталу сіз өз сөзіңізді өзіңіз арзандатып жатырсыз деген сөз. Адамдар сенімді сөйлегенді тыңдайды. Өз пікірін қорғағанды құрметтейді. Ал үнемі ақталатын адамды тыңдамайды. Келесі себебі сізді эмоциясыз тыңдау мүмкін емес. Адам миы былай жұмыс істейді. Эмоция жоқ, қызығушылық жоқ, назар жоқ. Егер сіз бір қалыпты, суық, бір тонмен сөйлесеңіз, адамдар сөзіңіздің мағынасын емес, шашауын сезеді. Тыңдалу үшін дауыс ырғағы, пауза, эмоция өте маңызды. Адамдар сөзді емес, сезімді қабылдайды. Келесі себебі сіз үнемі шағымданасыз. Үнемі шағымданатын адамды ешкім тыңдағысы келмейді. Неге? Өйткені шағым энергияны сорып алады, шешім ұсынбайды, ауыр күй қалдырады. Адамдар ішкі түрде тағы да сол деп өшеді. Егер сіз әр әңгімені проблемамен бастап, кінәлаумен аяқтасаңыз, сізді бірде-бірде естімейтін болады. Келесі себебі сіз шекара қоймайсыз. Егер сөзіңізді бөліп жібере берсе, ойыңызды аяқтатпаса, сіз сөйлеп тұрғанда басқаға алаңдаса, бұл бір күнде пайда болған жоқ. Себебі сіз рұқсат бергенсіз. Шекара жоқ жерде құрметте жоқ. Тыңдалу үшін кейде сөйлеу емес, үндемей қою да керек. Келесі себебі сіз өзіңізді тым төмен қоясыз. Кей адамдар өзін кішірейтіп сөйлейді. Мен кіммін деп ойлайды. Өз пікірін маңызды деп санамайды. Ал адамдар бұл сигналды өте тез сезеді. Өзін бағаламағанды ешкім де бағаламайды. Бұл қатыгездік емес, бұл психология. Келесі себебі сіз тыңдай білмейсіз. Адамдар көбіне өзін тыңдайтын адамды тыңдамайды. Яғни өзін тыңдамайтын адамды тыңдамайды. Егер сіз сөзді өзіңізге бұра берсеңіз, қарсы пікірді қабылдамасаңыз, тыңдаған болып ойыңыз басқада болса, адамдарды дәл солай жауап қайтарады. Тыңдалғыңыз келсе, алдымен өзіңіз тыңдап үйреніңіз. Ал енді қорытындыға келетін болса, тыңдалмау бұл дағды болып табылады. Оны өзгертуге болады. Есіңізде болсын, сенім, эмоция, шекара, өзіндік құн, осылар бар жерде адамдар міндетті түрде сізді тыңдайтын болады. Осымен достар, біздің видеомыз аяқталды. Видео сіздерге ұнаған болса, видеоға лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар сізді айналаңызда осылай тыңдамайтын адамдар бар ма? Ол туралы да өзіңіздің пікіріңізді жаза кетіңіздер. Егер осы видеодан өзіңізді танысаңыз, пікірге плюс белгісін қалдырыңыз. Бұл тақырыпты жалғастырғанымды қаласаңыз, лайк басыңыз. Себебі тыңдай білетін адам ғана шын мәнінде естіледі.